Ассаламу алейкум, азиз телесерджилер. Күннің эссас адиселеріне хаберлер информацион тақымы екінші азыр. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Ве бүгін бойлы малыматлар хаберлер программамызда тақдим етілем. Қырымда Санкт-Петербург шерінде фажиа нәтижесінде элак олғанларының қатырасыны аңып, Ақбезжеті учкун гематем илан етілді. Қырым мұсылманлар дини идаресінің векілері Жума жаминің құручылығы не дәрежеде олғаныны білмек үшін жамиге иш зияреті ile бардылар. Для Крыма это будет мечеть номер 1, конечно же. То есть это самая большая мечеть на 2500 человек. И тот факт, что мы видим, как она строится, и то, что мы причастны к этой истории, очень радует. Ақмезжет районындaki Софиевка койының сакинлері мектеп автобусы олмағанына шикает етелер. Если был бы автобус, я бы намного спокойнее себя чувствовала, отправляя детей в садик и в школу. Бұл ведігер хаберлеріні бізім яйнымызда сейір етіңіз. Петербургта юз берген теракт бүтін дүнияны аяққа көтерді. Бұл мераметсіз жинаятның эдайдычысы әнді белі. Терактның бежерілмесінде Қырғызстанның 22 яшлы Акбаржон Джалилов қабатлана. Патлавдан сон тетқиқат комитеті аман жинайы ішіні açты. Деп білдірді Муистенің ресми векілі Светлана Петренко. Интерфакс малумат вастасы жинаятчы озы ішіні бежергенін айта. Коммерсант есе тешкілей тақым чалышқаныны білдірді. Сонки малуматлар ақында тафсиратлы және бетекелев қамызда. Сонки малыматларға көре, Санкт-Петербургтаки патлав нәтижесінде 14 инсан элек oldu. 50-ден зияде зарарланды. Патлав Туневын күндіз 2 ярымда Сенная площадь ве технологический институт станциялар арасында юз берді. Қырғыз мемлекетінің махсус қызметлері жинаятчылыкны олардың ватандашы Акбаржон Джалилов бежерді деп білдірелер. Буақта Жумхуриетінің милли хавсызлығы бойынша Девлет комитетіне сасланып, Интерфакс малумат вастасы білдіре. Вастада айтылғанны кебе хабатланған 2015 сенесі Петербургтаки суши барда чалышқан. Сонысы иждешерін көзіден қашты. Олардан бері Акбаржон Кореяға кеткенini эшітті. Ал азырда Қырғызстанның махсус қызметлері Санкт-Петербургта олып кешкен вақия себебінден Русиялы қызметлерден берабер иш алып баралар. Русияның президенті Владимир Путин патлауның себеплері бақыла ве терроризм мәселесі де көзөгіне алына деп айтты. Выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб. Естественно, мы всегда рассматриваем все варианты, и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера. Посмотрим, расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло на этой трагедии. Ознев бетінде Русияның премьер-назирі Дмитрий Медведев алып кешкен вақияны теракт деп адлады. CNN телеканалы берген малуматына көре, америкалы президент Санкт-Петербургта юз берген бомба патлавындан сон Русия президентіне телефон açып ярдымны теклиф етті. Эки девлеттің башқары терроризм мәселесіні чезмеге зарур олғанын фикерге келділер. Диляра Шевкетова, Нариман Тарсинова, Миллет үшін. Қырымның мерkezінде Санкт-Петербург шерінде фажиа нәтижесінде элак олғанларының қатырасыны аңдылар. Матем тедбірінде Қырым Жумхуриетінің башы Сергей Аксенов, Беледие ве Девлет акимиет векелері, Жемат ве яшлар тешкілетлары, ерлі сакелер ве мұсафірлер иштирак еттілер. Топланғанлар элак олғанларының қатырасыны аңып, қатыра тақта огынды гүлчемберлер қойдылар, ве чырақларыны яқтылар. Ақмезжеті үч күнге матем илян етілді. Ақмезжет Кезлев yolunda 8 арабаның иштирагы ile yol нақлие қазасы юз берді. Оның себебі туман олды. Берілген мәліметқа көре саба саат 7:30-да Деу Некси арабасының айдавчысы апансыздан чаналатты. Нәтижеде ВАЗ-2101 арабасына келіп ұрды. Жигули машинасы артынан келген Volkswagen арабасы чатышмаға ұғырамамақ мақсадынен апансыздан чаналатты. Нәтижеде она Renault арабасы келіп ұрды. Оның артынан да келген араба апансыз yolдан бұрылып
Volkswagen арабасына қақылды. Ondan соң bu арабаға да уч машина келіп ұрды. Нәтижеде Volkswagen арабасының айдавчысы зарар көрді. Қырым Жұмхуриет Девлет Шурасы рейсінің муавины Ремзи Ильясов ве Қырым Жұмхуриетінің миллетлер арамына себетлері ве сүргіні оңған гражданларының ішлері бойынша Девлет Шураның рейсі Эдип Гафаров Борчықұрақ қасабасында ерлешкен 44 санлы мектепні зиярет еттілер. Мектеп мудирі Элеонора Акимова мектепнің көз етіже Шурасының кеңлештірмек суалі еле мұражат етті. Бүгінгі күнге Алимия Абдананованың адыны ташыған мектепнің имайы шурасы 13 инсандан ибарет. Ләкин якын вақытларда бұл сан 2 кереге артacak. Оның теркібіне иш адамлары, жемаат эрбаплары, вемескен коммуналь ходжалық ve мәдениет нәзірлігінің векиллері кірежек. Бұл яңлық мектепте олған чешет проблемаларын чезілмесіне ярдым бережек. Бірінші проблем шынчық мен бөлі бір анладым. Оны бір мектепні тапшырмаға, шахси yapmaға, мектепке, бұл мектепке onu бермеге, собственность передачи, rusça böyle. Bu проблеманың doğrusunda мен білесем çalıştılar ama керек derece çalışmadılar. Onu biz birinci problema olup olarak onu biz alamız ve onun üstüne çalışacağımız. Bu problemaga oxşagan daha da 1-2 problemalar var. Ses probleması, Kremenergo probleması. O problemalar mektebin çalışmaknen, başlamaknen bağlı. Daha da ikinci bir kısmı var. Bu mektebin biz kozogumuzga tutaydık bir merkez etmege. Ve men belirlesem şurasın nasıl aytayım, küçü yeter. Maddi taraftan çözülmege, yo başka bir sponsorlarını kıdırmağa, yo devlet tarafından çözmege belirlesem çaresi olur. Bundan da gayrı Ремзи Ильясов қайтетті ki, имайы шурасының толы теркібі апрель 25 күні белгіленecek. Акимет векилlerinin айтқанына көре, Русия қараманы Алимия Абдананованың адыны ташыған мектеп маневи ақлахи чок миллетлі ярамадамыздың меркезі олар. Қайтетмелі ки, мектеп 20 ел девамында құрылайды. Тәсил юрты 825 талебені сығдыра білежек. Бина 33 сыныфтан ибарет олар. Февраль айында есе бірінші талебелер бірінші сыныфқа бармақ үшін аризалар тапшырдылар. Сабреха Лиляев, Руслан Хохлов миллет үшін. 60 сенелерінің соңкесі 85 яшлы совет вирус шайыры Евгений Евтушенко вефат етті. Бұл ақта оның рефиқасы Мария Новикова хабер етті. Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский или Евгений Евтушенко 60 сенелерінің шайырлері оларақ совет универлері арасында рағбет қазанып, политехник музейінде бір sıra адамларыны топлайды. Евтушенко чеші сенелерді совет бірлігінің язычылар шурасының мемур кәтібі. Ве апрель адлы Yazıcılar Assotsiatsiyasының рейслерінден бірі олып çalıştı. O 80-нче сенелерінің соңында Қырым татарларының ватанға қайтмақ үшін күрешіне қол тұтайды. 1987 сенесі Евгений Евтушенко Қырым татарларының талапларына қол тұтып, халқының қоршаланмасына мектупны имзалады. Ахмезжит районындаки Софиевка койының сакинлеріні мектеп автобусының олмағаны оңайсызлық ярата. Мында неде мектеп, неде бала бақчасы бар. Күн кенжелер 5 километрге яқын месафені кечмек зорындалар. Талебелер сық-сық мектепке кеч қалалар. Ана бабалары есе мұнтазам суретті ішлеріні бірақып, оларны оқу йортқа қадар озғаралар. Кой сакинлері дефаларжа чешіт инстанцияларға мұражат еттілер, ләкин нәтижесіз. Мұхбиріміз Айша Шулакова меселені чезмеге тырышты. Күн балалар мектепке қадар олым телекесі алтында қатнайлар. Ишшунда ки Софиевка кою Орқапы Ахмеджит Жұмхуриет жанлы yol бойында ерлеші. Юк машиналар, шерара автобуслар ве еңгіл машиналарының айдавчылары сық-сық мескен ерде суратлы низамны бозалар. Нәтижеде арабалар қазаларға оғырайлар. Олымлерде ола. Мектеп олмағаны себебінден талебелер Сарабус маленькай ве гарнизон көлеріне қатнамақ мечбурлар. Софиевка койынден бұл көлерге месафе 2-ден 5 километрге қадар ете. Bizim балачықлар бөле кем жүререк кете, кемін машинасы бар, алып кете, анасы бабасы. Кемін жоқ, насын кетелер. Базы вақытта остановкаларда қалып кетелер балаларымыз. Чүнки инсанлар чоқ чықайлер, қалып кетелер. Ве дерстен табики олар сон
артта қалалар. Маленькая койыне кадар жаявда бармақ мүмкін. Чүнки 12 километр месафеде ерлеші. Сарабузға ве гарнизонға кадар исе автобус иле кетмек лязым. Отырғы чәне остановка узақ ерлеші. Орта ве юқары сынып талебелері бұйықлерінің незаретсіз мектепке қатналар. Олар топ толу жемат нақледе кетмек боржылулар. Ойле олаки маршруткалар тоқтамай. Эмине Таирова дорт баланын анасы. Автобуста оның оғлысынен олған вақаны бізге тариф етті. 2013 senesi oğlum mektepке барғанда маршрутка аптеканы огынде тоқтағанда ардынан қысты водитель. Ем пармағына қырды. Сон бір ай чекшіп мектепке гипстен жүріп музыкальный школадан қалды. Қач кері бардық, сорадық мектепке. Яздық, но автобус вермейлер. Балалар өз күчлеріне мектепке чекшіп қатнайлар. Софиевка көйінде чоқ яш қоранталар яшамақта талебелері чун нақле проблемалардан ғайры тамам бөле меселе мектептен эвел балачықларының ташуф меселесі де бар. Ерлі сәкінлерінің айтқанына көре да 7 ел эвелісі көйдеке балачықларны мектепке ве бала бақчаға қадар алып барған мақсус автобуслар бар еді. Ай кенжелерінің ана бабалары ел парасыны бере еділер. Егер автобус олса, пек холай олacak чүнки балачықлар бір жерде топланып автобустан кетер еділер. Егер автобус олса, мен кенжелерімні раат гөнлүмнен мектепке ве бала бақчаларға йоллар едім. Кой сәкінлері айталар ки, егер мақсус автобус пейда олса да, бір бұл меселе чезілмес. Ел көйлілерінің сайысы арта, бұл себептен койды өз бала бақча ве мектеп құрылса, меселе чезілежек. Маленькая Сарабуз гарнизон олсын фарқы жоқ. Ергерге баланы алып бармақ керек, пек ұзақ. Койымыз бойы қолғанына бақмайлар чоқтанында өз мектебіні açmağa керек. Ерлі сәкелер дефаларжа чешіт мөсселерге мұражат еттілер, ләкін нәтижесіз. Софиевка койының сәкенлерге не апмақ суали иле біз Ахмеджит район мемориятының тасил идаресіне мұражат еттік. В соответствии с действующим законодательством за территориями школы закреплена территория обслуживания. Софиевка закреплена за гвардейской школой гимназии номер 2 и за Малинской школой. Так как расстояние менее 2 километров, соответственно, этих детей в эти два учебных заведения не подвозят. А если родители избрали другое заведение, не то, за которым закреплена территория обслуживания, то, соответственно, здесь уже родители осуществляют подвоз самостоятельно. Ерлі сәкінлерінің сөзлеріне көре, бұекі мектепке қадар месафе 2 километрден зияде тәшкілеті. Векойден бұекі мөссеге қадар месафені текрар өлчемеге теклиф етелер. Айша Шулакова, Кимбекиров, Миллет үшін. Кезлев шеріндегі яшлы қасабасының соқақлары Қырым татар медени эрбапларының адларыны ташыйжақ. Бөлелікнен Кезлев шерінің харитасында Риза Фазыл, Шакир Селим, Батыр Челеби адына ведегер соқақлар пейда олажақ. Оларның екісі екі емиетлі тарихларға бағышланажақ. Бөле қарар Кезлев шер мемориетінің баш муавины Эльмар Мамбетов шер сакенлері иле күрішкен вақыт алынды. Бұнен бәрабер яшлы қасабасының тафсилатлы ерпланлаштыруы, топрақ дамартыларының алынмасы ве муэндиз бағларының ерлешуы ке суаллер музакер етілді. Бұндан ғайры топырақ дамарталарының ве олған құрылывларының ресмейлештіруф механизмлері де көзден кечірілді. Эльмар Мамбетов қайдетті ки апрель айының соңына қадар бұ дамарталарының берілмесі планлаштырыла. Жума жәмінің құрылығы бұтын Қырым мұсылманлары үшін мұйым діни иншааттыр. Бүгін Қырым мұсылманлар діни идаренің векілері Жума жәмінің құрылық еріні зерет еттілер. Олар құрылық ішлері не дәрежеде олғанына білділер. Анда бізді мұхбиріміз София Шукуровада болынды. Жума жәми зиярет тұлывының кетешатында белли олды ки, құрыжылық ратлық күнлерінде де тоқтамай. Жума жәми Ахмеджит Суванбары районында шерінің женюби yükселігінде құрыла. Лейха бинайын Жума жәми екі қысымындан ибарет олажақ. Бұл әсас бина ве ички азбар. Әсас бинаның құббесі 28 метр yükseklikте олажақ. Ички азбарда әсе каланада ве шадырван құрылажақ. Жума жәмиде 4 минаре олажақ. Әрбірінің yüksekliгі 50 метр. Жәмиде бірден 4000 адам болуна білен. Намаз қылынған залда 1,5 эркек ве 900 қадын сыға білежек. Жума жәмінің баш мемары Эмиль Юнусов тариф етеки, шымдыки вақытта ишлев қасыны, яни құрыжылық үшін чизымларны ве Русия қануларына әсасланып, денешувлерінің керсетілмесі бойынша çalışмақта. Бұнен бәрабер мемар құрыжылық ве леха чықарылув девамында пейда олған қиынлықлар ақында икәе етті. Основные сложности были мечети таковы, что мы применяли к зданию 16 века, традиционному, современные технологии. Это и пожаротушение, это и прочие инженерные сети коммуникации. У нас полностью под
всем подвальным этажом находятся, то есть под зданием мечети, под молельным залом, находится музей. Под внутренним двором будет находиться женский и мужской объездхане. Для Крыма это будет мечеть номер 1, конечно же. То есть это самая большая мечеть на 2500 человек. И тот факт, то, что мы видим, как она строится, и то, что мы причастны к этой истории, очень радует. Меморий корпус текленулевы или бағлы олған ішлер әнді екінленді. Меморий бинанын уч хаты құрылды. Жәме үшін ол қал қазылды. Бұ сене апрелінің 21-де жәменің әсас бинасы құрылып башланажағы планлаштырыла. Бұ санте сәдуфен сечілмеді. 3 ел әвелсі тамам шукуну реабилитацияқта емер имзаланған еді. Шымды құручылық ішлерінде тақменен 70 инсан ве 15-тен зияде техник нұсқалары çalışмақта. Қырым мұсылманларының муфтиса Джеймир Али Аблаев бұл объект Қырым мұсылманлары үшін мұйым олғаныны білдірді. Ve bütün milletten kuruculukunu alıp bargan insanlarga teşekkürler bildirdi. Elbette ki bugün böyle bir gelip bakayık dedik. Büyük Cuma camimizi. Allah razı olsun. Elbette bugün yapılan işlerden biz de hepimiz çok memnunuz. Çünkü milletimize, geleceğe, buradaki insaniyeti, bütün yaşayan hepimize güzel bir örnek ve geleceğimize bir barış içinde yaşamak için kurulan ve atılan bir temeldir. Bizi kuvandıran, sevindiren tek budur. En sevinç, en kıvanç günlerimiz ve saatlerimiz, dakikalarımızdır diyeceğim. Burada çalışanlardan Allah razı olsun ve yaptıranlardan hepsinden de Allah razı olsun. Büyük büyük teşekkürlerimizi bütün milletimizin adından, Müslümanlar ve herkesin adından ta padişaha kadar büyük teşekkürlerimizi bildiriyik ki sağ olsunlar deyik. Ahmedcit'te Cuma Cami'nin açılığı 2019 sene aprel ayında planlaştırıla. Yani Rusya prezidenti ile reabilitatsiyakta emir imzalanğanı 5 yıllığı olacağı vakitta. Sefiye Şukurova, Umir Mustafaev, millet için. Kırım Tatar halkı istidatlı insanları ile bellidir. Yağmurça kasabasının sakini Şefika Bekirova 70 yaşını doldurdu. Şefika kartana gayet dürist ve ayat sever insandır. Sevimli ana ve bita, şiirler ve yerlarının vastasının hiçbir vakit boldurmayıp oz medeniyetini sevgi aşlay. Bizim televizyon takımımız da юбилярға musafirlikке teşrif buyurdu. Шафиқа Бекирова ватанына Қырымға қорантасы ile 90 сене көчіп келді. Башындан кечірген қиынлықлар күчлі инсан олмаға өгретті. Бүгін Қырымда бірінші күнлер олған қиынлықларны қартына күлімсіреп қатырлай. О вақыт бұл ерлер бом-бош топырақ қайды. Яваш-яваш де. Башта временка құрдық, ондан соң evler. Bir balamızı, ikinci balamızı öğretip işte yerleştik bir parça şükür endi bir kararıq. Özbekistan'da yani o yüzüm savxozuna yaşadık biz. Anda yüzümge ne iş yapaydılar onu da yapaydık. Ben kantorda sekreter maşinistka çalıştım. Ondan sonra kasir çalıştım. Şafika Kartana 4 balanın anası ve 6 torunun kartanasıdır. Soy sopları onu güzel sesin sahibi dep sayalar. Şafika Kartana biz için de sevimli yerlerden birisini icra ettim. Ağzı dolu yem getirir, şekerli hurma. Bundan gayri Şafika Kartana 3 yıl evvelsi şiirler yazı başlagan. Onların esas mevzusu vatan ve ana tili. Aç gözünü yuklap kalma ey bizim millet. Kunde bir söz öğrenseniz daha keç değil. Şafika Kartana'nın korantası onu sevi ve hürmet etti. Yakınları doğan günü ile hayırlap uzak ömür tilediler. Anamız pek merhametli, pek güzel mana şiirler yaza bizlerini gurlandırdı. Sağ olsun, çok yaxşı insan. Mana bizlerini de ana vatanımızga köçürüp getirdiler. Oğa pek çok şükür deyik anamızga. Saygılı Şefika Kartanamız, hayırlı yaşlar olsun. Havi sağlık sizge tileyim. Yollarınız açık olsun, ömrünüz uzak olsun. Horuttanız bol bereket olsun. Baxtlı çastlı olunuz. Torunu Bekir ise maksus bakşış hazırladı. Şafika Kartana ayta ki vatanda korantası ile doğan gününü kaydetmek büyük baktır. Erkun Kartana dünyada amanlık için dua okuy. Gulnara Karimova, Fatime Sidametova, Ruslan Khaklov, millet için.
Ярымадамызда яңы Қырым татар йылдызлары парылда башлай. Бақчысарайда Милет йылдызы адлы эссас вокаль телелейхасы өз ішіні башлады. Бұ күтлеви лейханы Милет Қырым татар жимат телеканалы тешкіл етті. Бұратлық күндері девамында енді бірінші кастинг олып кечті. Насыл ерджілар жюри азаларының диққатыны чекіп олдылар. Бұны хаберлер яйынның невбеті кечіқшыларында сейір етіңіз. Ахмеджетті Юнан Рома күреші бойынша 2 чемпионат олып кешті. Ярышлар Совет бірлігінде нам қазанған спорт ұсталарына Анатолий Тумасқа ве Анатолий Лукинға бағышланды. Тәфсилатлы және невбеті келев қамызда. От имени Организационного комитета. Умум Русия Юнан Рома турнирінің тешкілі комитеті адындан турнирны ачық саймақ мүмкін. Умумен турнирлерде 260 деңгейде спортчылар иштирак еттілер. Олар Қырымның әрбір көшесінден бұндан да ғайры Ахяр ве ДНРден келділер. Совет бірлігінде нам қазанған спорт ұстасы Анатолий Тумус адына умум Русия турнирде 2000-2002 сенелерден доған балалар иштирак еттілер. Совет бірлігінде нам қазанған спорт ұстасы Анатолий Лукин адына бағышланған біріншілікте есе 2003 сенеден 2005 сенеге қадар доғылған спортчылар көрештілер. Ахмет Мирзаев Юнан Рома күрешейле 4 ел девамында оғраша. О 76 чеки категорияда ел керек күрешті. Ама бұна бақмадан о ғалип чықты. Период длится 2 минуты. Эки дақа девамында күрештім. Мен бірінші период девамында күрешіп рахыпны ендім. Ве уч накат еттім. Нәтижеде 8-0 есапнен ендім. Шымды мен 2020 сененің дүния чемпионатына мақсат қоям. Еминім шет чықар. Эмир Османов бұл спорт чешеті иле 7 елға яқын оғраша. Бұл вақыт девамында очоқ ұнванларыны қазанды. О Русия чемпионатының хушақлар күреші бойынша призері олла. Женеби федераль округының ғалебі ве Қырымның чоқ дефа чемпионыдыр. Эмир Аленның сөзлеріне көре, о ярыштан evvel хасталанды. Болелікнен ярышта іштирак етмеге енгіл олмады, ама бұна бақмадан о ғалип қазанды. Бүтін чыққан рахиплерінен күрешіп оларны ендім. Бүгін бірінші период девамында пек қиын еді. Бұна бақмадан мен ғалип чықтым. Анатолий Тумус ве Николай Лукин адларына бағышланған турнирлер спортчыларының yüksek seviyeni көстерділер. Олимпик чемпион Рустем Казаков хайдеті ки күрештік бедені тербиелемей, о да яш несіліні гүзел тарафға деніштере. Если нам не проводить Ярышларны кечірмеген олсалар, иштирак етмеге мерақлы дегіл олур еді. Оларның яшы шымды ен телекелі, балалар ярамай қылықнен оғрашмаға башлайлар. Спорт есе оларны тербиелей ве өзлерінің насыл алып баражағыны көстере. Ярышларның ғалиплері Қырым Жұмхуриетіні апрель айында Русия чемпионатында тағдым етежеклер. Анда ғалипны қазанғанлары майыса кесінде Авропа чемпионатына yol алажақлар. Солтане Меджит Рамазан Аливапов, Миллеті чун. Шымды есе Илянен таныш олыңыз апрельнің 7-сінде Девлет Милетлер ара комитетінің адлиежелері Ахмечит қасабасында адлеви консультация кечірежеклер. Эпісістіклілер Ахмечит қасабасы 60 лет октября соғағында ерлешкен Карсоветского адына район китапханесіне келіп мұражат еті білелер. Малюмат üçün телефон қошмайеді 978-804-08-24. Шымдылық болған малюматларымыз еді. Біздің телевизион тақымларымыз яңы малюматлар üzerinde енді çalışмақталар. Невбетекі рус тіліндегі чықажақ хаберлеріні қачырмаңыз. Оны меслектішім Нариман Тарсинова алып баражақ. Мен сізге евлеріңізге дайма тек ие хаберлер келгенін тілейім. Салық не қалыңыз.